Достар, қазір әуежайдан түсе салысымен осы Арыстың жаттығуына келдік. Жалпы жігіттер қазір қарқынды жаттығу өткізіп жатыр. Менің жанымда Бага. Арыстың қазір қандай қызметке тағайындалдың сен? Медиа және маркетинг бөлімі. Медиа және маркетинг бөлімінің басшысы деген қызметке алды. Жаңадан жоқ, қалай настрой қалай қабылдап жатыр жанкүйерлер Арыстың? Жақсы, жалпы халық жақсы қабылдап жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанға белгілі блогер, киберспортсмендердің тренері сборной Қазақстанда Арман Пирманов ағамыз ашты. Және осы командаға көмекке, осы балдарды құрайық, басын құрайық, жаңағы бірге жұмыс атқарайық деп қызметке шақырды. Мен үшін де бұл қызмет бір жағынан қызықты болды. Қызықты ғой, бірақ қиындығы бар ма екен? Қалай сезіле ма? Бар, иә. Жеке клуб болғаннан кейін. Өте қиын. Команданы басқару деген өте қиын нәрсе. Арманның өзі де бір подкастқа шығып, уақыты болғанда айта жатады деп ойлаймын. 55 мың халық тұрады Арыстада. Өзінің халқы бар, өзінің жанкүйерлері бар. 1200-1500 орын сиятын стадионы бар. Главный стадиондары табиғи. Артына жазатын жазу сәл уақыт. Еке достар, қазір Арыстың жидесін сатылымға шығарды. Қазірдің өзінде міне қаншама адам хабарласып жатыр. Жалпы айтқанда сұраныс бар. Қандай кіші клуб болса да, жан-жақтан Қазақстан жан-жағын өнеке қолдау көрсетіп, осылай футболкаларын барлығын сатып алып жатыр. Не достар, қазір Арыстың жидесіне тапсырыс берген жандарға осылай басып жібереді. Барлығы мінекей кәсіби түрде. Қазір мінекей әріптер түсіп қалмайтындай, эмблемасы, логосы түсіп қалмайтындай мінекей сапалы осылай жапсырып беретін болады. Бағасы қанша, Бага? Бағасы 10 мың теңге. 10 мың теңгеге. Футболканың өзінің стоимости бар ғой, сол шаманы құрайды. Просто осы жігіттердің еңбектеріне монтаны, эмблеманы ақшаға істетеміз ғой. Соны есептеп футболканың бағасына шығарып, өзімен өзі болып тұр ғой, бір сөзбен. Просто біздер мынандай да қазір бұлдан сатылған ақшаларды жаңағыдай клубтың өзіне саламыз да. Достар, қазір біз Арыстың офисіне келдік. Бисмилlah. Әдемі жасап қойыпты мына жерге. Формалар тұр. Арыстың логосын қойып қойыпты. Бізде енді бұл жер шашылып жатыр. Өкінішке орай. Уақыт жоқ дейсің ғой. Уақыт жоқ. Алдама. Қазақстан бірінші лигасы дейтін. Достар, міне осындай шағын ғана әдемі офис. Шымкент қаласының картасын қойып қойыпты. Былайша айтқанда енді жаңадан ашылып жатқан команда үшін өте жақсы. Кейбір бізде командалар бар, премьер-лиганың офистары жоқ. Соларға құлағын алтын сырға, соларға бір сабақ болсын. Қымбатты көрермендер, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір менде осы Арыстың жейдесін берді. Сапасы барлығы керемет, ортада мінекей. Енді Қазақстан туы әдемі екен, негізі. Биылғы біраз клубтарда бар екен. Осындай мінекей Қазақстан туы бар ортасында. Спонсорлардың аты бар. Артына жаздыруға болады ғой еще, солай тапсырыс беруге болады. Шыңғыз деп жазбасам болады, Шыңғыз 10 деп. Марадона болып тұрсын ғой. Осындай жерде тапсырыс берсеңіздер болады. Кез келген қалаға, кез келген ауыл, аудан барлығына жеткізіп береді екен. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Теңбілдіп YouTube арнасында алғашқы шығарылым, алғашқы влог, сондықтан да қолдап көрсетіп отырыңыздар. Бүгін енді қобалжып тұрмын, шыны керек. Бұғанға дейін влогтар түсірген, бірақ өз арнамда бірінші шығарылым шыққалы тұр. Біз бүгін Арыс қаласына келдік. Екінші күн осындамыз. Кеше
базаға бардық, жігіттермен таныстық, жаңағы демеушілермен таныстық, түрлі жаңағы Арыстың қандай даму жолында келе жатқан, жаңадан құрылған болса да қандай керемет еңбектер атқарып жатқанын көзімізбен көріп куәгер болдық. Және бүгін Арыс қаласының стадионына келіп отырмыз. Мінекей енді кеше біз бірінші күні келген кезде Шымкентте ауа райы бір өте салқын болған, жаңбыр жауды. Сөйтіп бүгін ойын күні қалай болады екен деп алаңдап тұрған едік. Бірақ қазір Арыс қаласында өздеріңіз көріп тұрғандай мінекей ауа райы өте керемет, футбол ойнауға таптырмайтын ауа райы, күн бұлтты. Бұл да әрине футболда өзінің бір септігін беретіні анық. Футболшыларға өте ыстық болса да ыңғайсыз. Сондықтан енді бүгін Қазақстан Республикасының кубогы 1/16 финал Арыс және Ақтөбе арасындағы кездесу шыны керек өзіме бір қызық болып тұр. Бұл кездесу айтпақшы жігіттер мынандай Арыс футболкасын сыйға берді. Қолдау мақсатында осылай киіп алдым. Егер рұқсат етсеңіздер, бүгін мен Арысқа жанкүйер болайын деп тұрмын. Өйткені белгілі ғой енді Ақтөбенің басым болатыны, бұл ойында фаворит екені, тіпті жеңіске жететіні де белгілі. Бірақ енді Арысқа енді барынша қолдау көрсетейік. Кеше жігіттердің еңбегін көрдім, өте керемет. Барлық қалада не бар? Қалада футболға қатысты болсын, барлығын қосып жатыр жігіттер, барлығын тартып жатыр. Демеушілер, содан бір ой келетті. Бізде бұрындар айтатын еді ғой, жаңағы жекеше клубқа жекеге шығарған кезде бір қиындықтар болды. Бе қиындықтар бар, бірақ жасауға болатын. Осы Арман Пірманов, жанында жүрген Бағдат барлығы дәлелдеп жатыр. Басқа да жігіттер бар, жаңағы клубтың айнасында жұмыс істеп жатқан. Жалғыз адам емес бұл жерде. Бүкіл команда жұмыс жасап жатыр ғой. Сондықтан да енді еңбектер жансын дейміз. Енді көрейік, бүгінгі ойын бір қызықты болатын секілді. Кеттік. Енді стадион жайлы айтатын болсақ, енді бұл айттық қой, ауданның командасы болғаннан кейін, ауданның орталығында орналасқаннан кейін енді жалпы жаман емес. Бірақ енді кейін өтіп жататын болса, енді келесі жылы 1-2 жылдан кейін Қазақстан премьер-лигасына өтіп жататын болса, онда Шымкентке қабылдауға тура келетін секілді енді. Бірақ аудан деңгейінде жаман емес. Мына жерде қазір табло қосылады екен ойын кезінде. Сосын ойыншылардың жаңағы заменада отыратын орындары мына жерде. Ойлаңызшы, мына жерде Нани отырады. Кім ойлаған мысалға? Мен өзім Емеудің жанкүйері емеспін, бірақ енді мойындау керек, бәрібір енді аңыз ғой, енді қанша дегенмен әлем футболының жұлдызы. Бірнеше жылдан кейін, араға бірнеше жыл салып, 2016 жылы мен өзім Португалияның жанкүйерімін. 2016 жылы осыдан 10 жыл бұрын қалай қатты жанкүйерлік еттім. Роналдо жаңағы алаңнан жарақат алып, Наниге капитандық белгін тапсырған кезде қалай қобалжып, қалай жаңағы жанкүйерлік еткен барлығы көз алдымда. Кеше ғана болғандай. Енді ойлаңызшы, сол кезде капитандық міндетті алып Еуропа чемпионы атанған Нани қазір мына жерде. Осы жерде қазір өз кезегін күтіп отырады. Өйткені қазір бастапқы құрамда шыға ма белгісіз, сондықтан да өмір қызық иә, негізі соны айтқым келеді. Қазір командалар алаңға шықты. Нани енді полияның сапасына жақсы деді. Шын ба, өтірік па айтып? Наниді көрсін келдім. Шынында, бірақ Арыс ұтады. Арыс ұтады? Ұтады, иә. Нешеде неше? 2-1 ол мүмкін, Құдай қаласа. Енді біздің балдар қазір мотивациямен ойнайды деп ойлаймын. Нани келіп жатыр, мировой звезда. Ол да біз сияқты адам ғой негізі. Құдай оған бақ бергенде Нани. Енді көрдің енді основаны қалай қиын бола ма ойын? Иә, әрине Ақтөбеге даже мына жерде жүрген КПЛ-дің менің Қайраты болсын, Астанасы болсын, Ордабасы болсын, қарсы қиын ойын өтеді. Всегда Ақтөбе былай бір сөзбен айтқанда мә деп бере салмайды ғой, ештеңені таласады. Біздің балдар да таласады, Құдай қаласа, бұйырса. Қайсыздар еке? Жақсы. Көңіл күй қалай? Ақтөбемен қуандыңыздар, көрдік жеребеде. Қуандығы. Басы составты көрдіңіз бе, жаңа айтып отқан? Иә, стартовый составта дейді Нани. Иә. Иә, отыр. Уайымда отыр. Қалай дайындық? Кеше көрдім, қар басып отыр, үлгермей жатсыздар. Қалай ауыр ма екен жеке клубқа қалай? Кейін. Шынымен Етеген ба? Около футбола көрінмейтін нәрсе, өте жұмыс көп. Үйге қонбай жатыр. Бірақ өзім жақсы көретін жұмысым ғой енді. Құдай қаласа. Ұтамыз деген сенсация кеше болмады. Бүгін сенсация біз шығарамыз. Бірінші ойын жақсы болды, негізі көрдік қой. Иә, әдемі ойын болды. Иә, моменттер көп болды. Бүгінгі ойын енді қандай? Барымыз саламыз. Барымыз. Енді бұл жерде бұл тарих қой. Нани ауылға келіп отыр. Осы мәңгілік енді есте қалатын шығармыз.
Құдай қаласа. Осы клубта құрып жатқан кезде, бір алып жатқан кезде болды ма бір ой осындай үлкен ірі командалармен ойнаймыз, Наниді алып келеміз Енді армандайсың ғой всегда. Әлде де бар, Реал мен деген сияқты, Манчестер, Челси. Арман бар, арман болмаса бұндай клубта болмайтыны ғой. Алға қоятын мақсаттар әлде алда көп. Қазір Құдай қаласа енді ойын көрейік. Болды. Жақсы, сәттілік. Қазір түсемін еще үйде. Аха, жақсы. Футболшылар алаңға шығуға дайын тұр, қос құрамада. Ойын басталар тұста стадионға тіпті жанкүйерлер сыймай жатыр қазір. Қазір ойын бастала салысымен Ақтөбе шабуылға лап берді, ол заңды, бірақ Арыс футболшыларда қазір қалыспай стандарт орында қалып жатыр. Айтпақшы, бүгін қақпада Құрманас, 1-ші нөмірде, 8-ші нөмірде команда капитаны Құралбаев. Гол соғып кетті қазір. Артур Шушинашев есеп ашып кетті. Соңына дейін таласты қазір. Арыс футболшылар соңына дейін. 3 створ. Одан кейін барып қазір. Артур Шушинашев есеп 0-1 ресми түрде айтқанда. Қолынан келген жасады қазір. Қақпашы да, қорғаушылар да. Темірлан Ерлан қазір. Осымен 3-ші соққысы, соның 2-ші соққысы, соның біреуін гол қылды қазір. Қазір бірінші таймның аяқталуына 5 минутқа жуық уақыт бар, төреші қосатын 1-2 минут бар, сонымен бірінші тайм аяқталады. Жалпы қазір Арыста дейтін күн жанып тұр, ауа райы дейтін өте ыстық. Футболшылар да қайта-қайта су ішіп жатыр, тамақ жібітіп. Жалпы осы бірінші таймнан түйгенім Арыстың ойыны жаман емес, өте жақсы деп айтсақ болады, егер осы деңгейде. Ақтөбеге қарсы бұлай ойнау, ойыншыларды тықпыртып тастау, жаңағы прессингтен шығып кету. Енді гол соғатын Ақтөбенің белгілі еді, басында айтқанбыз, бірақ гол емес, ойын бойынша, ойын жүйесі бойынша Арыстың ойын жап-жақсы. Осымен қазір Ақтөбе 3-ші гол салып кетті. Ақтөбе дегенде автогол тіркелген секілді, бұл жерде қазір тура көз алдымызда болды. Жалпы Нанидің шірене тұрып тартқан соққысы әдемі сейф, бұрыштама, артынша 4 эпизод және 3-ші гол. Қазір Таркович мырза Наниді алмастырды ойынның 50-ші минутында. Бүгінде Нани голсыз қайтты Арыстан. Бірақ қанша мүмкіндігі болды. Бас тасырды, гол соққысы келді, бірақ қолынан келмеді. Сөйтіп Таркович мырза шаршағанын түсініп алмастырды, өйткені қазір айтқандай күн райы да өте ыстық, ойнауға мүмкін. Қазір есеп 4-0, Айдын Зекович 4-ші голды соқты және бір қызығы көрермендер қазір трибунаны тастап кетіп жатыр. Енді командаға бұлай өкпелеуге болмайтын шығар. Дәл Ақтөбеге қарсы ойнап жатқанда соңына дейін қолдау көрсету керек. Және соңына дейін қолдау көрсетіп отырған жанкүйерлер де бар, бірақ басым көпшілігі қазір қайтып жатыр. Қымбатты көрермендер, осымен ойын аяқталды. Арыс өз алаңда Ақтөбеге 0-4 есеппен есе жіберді. Енді ірі есеп. Бірақ соңына дейін тырысты. Жігіттерге браво дейміз. Қаншалықты Ақтөбеге қарсы ойнап жатса да қинап жіберді бүгін негізі біраз. Қорғаныста да жақсы ойнады. Қателіктер бар енді. Тәжірибені қанша дегенде тәжірибе керек. Ақтөбені айтқанымыздай өте тәжірибелі команда, білесіздер, сондықтан да
әдемі ойын болды, негізі келгенімізге тұрарлықтай ойын болды. 4 гол көрдік. Дегенмен бір ішінден Арыс кем дегенде бір гол соқса екен деп тілеп едім, бірақ ойын осылай аяқталды. Осылай ресеп болатын білдің бе әлде? Сенбедің Арысқа. Сенгенбіз негізі Арысқа, білмеймін ойын. Бәрі Ақтөбе, бәрі Мықты Ақтөбе, КПЛ ойнап жүргеннен кейін, Премьер-лигада ойнағаннан кейін мықты болды. Бірінші лигада қолдау көрсетеміз бе әлде? Көрсетеміз. Жөз-жөлі көрсетеміз. Қазір жанкүйерлердің барлығы Наниді күтіп тұр, қазір суретке түсу үшін. Нани өзінше ме екен? Иә. Келген кезде бәрі қорғап, бірақ қолда алады, иә. Қолыңды алдың ба? Иә. Футболкасын сұрадың ба әлде? Сұрадым, бірақ бермеді. Арысқа келесі ойында жанкүйерлік етесің бе әлде? Реніш бар ма бүгінгі? Жоқ, реніш жоқ. Арысқа реніш жоқ. Алда жеңістер көп болсын. Ең бас беттердің айтқандыр. Бұл время басқа мойынсымағы психологически өте мықты, стабильный. Холодные мозги, четкий расчет, доверие друг друга, понимание и болады победа, болады. Кішкене болмайды, кішкене болады. Есептен расчетта еңселіп көтеріп, стабильно ойнамақ болады. Футбол болғаннан кейін спорт болады, жеңіс болады, бірақ мынаны көтере білу керек та, ары қарай сынбау керек. Осы сырда қандай қателік кетті, не кетті, жаңағыдай. Сонымен ары қарай жұмыс істейміз. Недеміз? Құлап жат, нелік сүрініп жатып құлағын білмейді ғой. Сондықтан қазір осылай болып жатыр жағдай. Ары қарай, Құдай қаласа, чемпионатта бізде задача только чемпион, басқа не жоқ. Бізде ана биыл қатысы бар тірек, ана жоқ, мына жоқ, әңгіме жоқ деп, иә? Все, рахмет. Премьер-лига ғой, үйстіп өзіміз. Ертең сендер де үйстіп, бірақ қоғалғама бар ойнайсыңдар ғой, біз баяғы Арысқа Наниге қарсы ойнаған Енді Ақтөбе. Ничего, бізде алды әлі. Бірінші лига жұмыс өте көп. Жасаймыз, енді шынын айту керек. Барымен жиналып, Аллаға шүкір. Өзіңнен ойын ұнаған шығар. Ойын әдемі негізі. Енді класс қой бұл жерде. Класс алып кетіп жатыр. Әйтпесе бір ойын 0 деп айтуға, жоқ деп айтуға келмейді негізі. Енді алда задача және Тұранмен одан Шахтер ғой. на принцип ойын ба сонда? Иә. Барлығын жеңу ма сонда? Иә, Құдай қаласы. Жайықпен шәл жолымыз болмады. Барымыз саламыз енді. Маки келді. Бостон, ё-майо. Демеушілерінен бұл балдар үшін опыт. Ақтөбе үміттің Реал Мадрид келсе де опыт. Балдар опыт алды. Құдай қаласа ертең Тұранды ұтамыз. Өзім Тұранды істеген бұл бірақ. Бәсе мынау қатты Тұран. Осылай саған рахмет келгеніңе. Жайлап бізге де опыт қой бұл. Жақсы. Give this win to our fans. I hope that the next game we will play in October. Баспасөз мәслихатын көрдіңіздер. Ал мына қазір Ақтөбенің киім ауыстыру бөлмесі. Мінекей достар, көрдіңіздер, осымен біздің шығарылымда матчта өз мәресіне жетті. Ойынның аяқталғанына 1 сағаттан уақыт асты. Нани 1 сағаттан кейін шықты және жанкүйерлер керемет қошеметпен күтіп алды. Ойын осы енді Шымкентке жалпы Арысқа келген еңбегіміз ақталды деп ойлаймын. Әдемі ойын, түрлі атмосфера, ойыннан бөлек, ойынға дейінгі, ойыннан кейінгі әсердің барлығы керемет. Енді Арысқа сәттілік тілейміз, осы бірінші лигада өнер көрсетеді. Жаңа да айтып жатыр, киім ауыстыру бөлмесінде де видеоны көрдіңіздер. Бапкер де, клубтың президенті де, демеушілері де, жалпы барлығы осы Арысты қолдауға әзір, қолдауға дайын. Сондықтан да тек қана сәттілік тілейік. Осымен Шымкент қаласындағы, Арыс қаласындағы нақтырақ айтқан кезде блогымыз аяқталды. Бұл біздің алғашқы шығарылым. Қатеміз болса комментарийға жазып отырыңыздар. Келесі шығарылымда міндетті түрде біз енді алда Қазақстан премьер-лигасы бар, Еврокубоктың іріктеуі бар. Барлығында қалмай
жақсы бір контент ұсынуға тырысатын боламыз. Сау болыңыздар.